Жақында ғана UFC тұжырымының чемпионы атанған Хабиб Нурмагомедов Дағыстан Республикасының депутаты атанды деп хабарлайды MMAboxing.ru порталы. UFC 223 турнирінде америкалық Эл Яквинтаға қарсы жекпе-жек өткізіп, жеңіл салмақта UFC тұжырымының чемпионы атанған Хабиб Нурмагомедов депутат атанды. Дағыстан Республикасының мемлекеттік құрылтайында Нурмагомедов спорттағы жетістіктері үшін Дағыстанның құрметті депутаты лауазымына ие болды. Хабиб Нурмагомедов: чемпиондық белбеу мені өзгерткенін қаламаймын. Айта кетейік, Хабиб Нурмагомедов Ресей елінің тарихындағы Олег Токтаровтан кейін UFC чемпионы атанған екінші спортшы болды. Ол соңғы жекпе-жегі үшін 530 мың ақш долларына ие болды. Видеоны аяқтамай тұрып, ең қызықты онлайн ойындардың бірі World of Tanks ойынын ұсынбақшымын. Ойнап көр, өз достарыңды шақыр. Менің сөзім шын екеніне көзіңді жеткізесің. Сілтеме төменде.